Сәлеметсіңдер ме, құрметті 4-ші сынып оқушылары? Әдебиеттік оқу сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы не ауыр, не жеңіл, бөлім атауы ғарышқа саяхат. Бүгінгі сабақтың мақсаты мәтін мазмұнына жоспар құру, түрлі баяндау тәсілін қолдану. Өткен сабақты қайталау мақсатында мына сұраққа жауап беріп көрейік. Ғарыш дегеніміз не? Ғарышқа ұшқан жануарлар туралы не білесің? Ғарышқа ұшқан тұңғыш ғарышкер кім? Жарайсың, дұрыс таптың. Ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Мына берілген пікірлерге сенесің бе? Менің салмағым жоқ. Су тамшылары жерге емес, жоғары қарай ұшып, төбеге жабысып қалады. Қалпағым басымнан ұшып кете береді. Өз пікіріңді айтып көр. Өте жақсы, жауабыңа рахмет. Ал енді біраз ойымызды сергітіп, мына сұраққа жауап беріп көрейік. Ол үшін мына суретке мұқият зер салайық. Адам қалай осындай күйге түседі? Неліктен? Дұрыс айтасың, балақай. Ауа жоқ жерде біз салмақсыздықты байқаймыз. Өте жақсы. Ал енді балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Мәтін мен жұмыс. Ғарышкердің рөліне еніп, өз басынан өткізгенде жағдаят қосып, оқиғаны баянда. Мен орнымнан сырғып кеттім де, кабинаның төбесі мен еденнің екі аралығында қалықтап тұрып қалдым. Жердің тату күшінің әсері жойылғаннан кейін мен өзімді жақсы сезіндім. Ары қарай менің ойымды жалғастыр. Өте жақсы, балалар. Тақырып бойынша жағдаятты қосып, оқиғаны баяндадық. Сабағымызды жалғастырайық. Сәйкестендіру. Оқулықтағы ғарыштағы салмақсыздық туралы берілген мәтінді оқып қайтала. Мәтінді оқып болсаң, мына берілген 3 бөліктегі бойынша жоспарды сәйкестендір. Жарайсың. Бірінші бөлігі ол салмақсыздық туралы. Екінші бөлігі салмақсыздық ерекше сезім. Үшінші қорытынды бөлігі жердегілермен байланыс деп аталады. Яғни, мәтін мазмұны бойынша жоспарды сәйкестендіре білдің. Жарайсың. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Келесі тапсырманы орындау үшін оқулықтағы теңеу және эпитетті тап. Жарайсың. Эпитет бұл жерде бұлт аппақ, теңеусіз, көмірдей қара, шықтай. Мәтіннен теңеу және эпитет сөздерді дұрыс таба білдің. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, сөздікпен жұмыс жасайық. Циолковский ғарышты игерудің негізін салушы ғалым. Жердегілер. Бұл жерде ұшуды басқару орталығы. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келгенде, бүгінгі сабақта мәтіннің мазмұнына жоспар құрдың. Түрлі баяндау тәсілдерін қолданып, мәтінді болжадың. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.